Мен YouTube'га бирок видео салдым. Бүгүн осы видеону салатын болам. Лайк басып мени колдоп кетиңиздерчи. Мен әлі де көптеген қызықты видеолар түсіретін болам. Бәрі сіздер үшін. Мен жаңа ғана бастап жатыр едім. И кеттік. Бізде бүгін анандай скин болады. Короче, бір скинге тутор, короче. Мыналарды алып тастаймыз, конечно. Мынаны бүкілін алып тастаймыз. Вот, осылай алып тастадық. Мынаны да алып тастаймыз. Мынаны да алып тастаймыз. И осы шашқа біз қазір Карли қазір көрсетемін, өзім жазып. Короче, осылай жазасыңдар. Міне. Қазір көрсетемін. Осылай жазасыңдар. Міне. И міне, енді басамыз. Басқанында осындай шаштар шығады. Өздерің қандай шаш жақсы көресіңдер, өздерің таңдай берсеңдер болады. Ал мен мынандай шаш үлгісін таңдадым. Бүгінгі істейтін скинім ол маман скины или мынандай. Давайте осыны таңдаймыз. Кеттік. Енді мына очкиге, короче, мына очкиді аласыңдар. Вот осылай. И оған жазамыз. Листочки деп жазамыз қазір. Листочки дегенде не шоу керек сияқты. Ну, короче, мынандай бет таңдап тұрмын да. И оның басына мынандай істейсіңдер. Осындай. Мынандай істейсіңдер. И листочки табасыңдар. Бұған бағана жазып едім. Бұда листочки өзінде табылып тұрады екен ғой. Қазір листочки. Вот осындай листочки. Жарасып тұр кәдімгідей. Енді мына шляпаға кіреміз. И оған Эринг Хар деп жазамыз. Вот мындай жазамыз. И ішінде көреміз не бар екен, не жоқ екен. Сосын біреуін таңдап, қазір мысалға розовый скин істесеңдер, розовыйға бар. Қандай скин істесеңдер де бар. Әртүрлі скин. И достар, осындай мен жазған себебім осындай сырғалар бар. Бұда әртүрлі сырғалар бар. Мынаяқта тоже. Вот мынандай сырғалар бар. Розовый істесеңдер, розовыйлар да бар міне. Енді достар, басқа тағы кіреміз. И Хейдзен Бейк деп жазамыз. Сол үшін тағы жүру керек. И достар, мынаны бүкіл келіп қалды ғой қасыма. Так, осы жақта мынандай алып жазасыңдар. Ойбай. Так, көреміз ішінде қайсы подходит? Именно подходит. Мындай негізі ободок. Вот. Мындай ободок қараңдар. Мындай күшті ободоктар бар бұл жерде. Өздерін таңдап алсыңдар болады. Өздерін білесіңдер. Таңдайсыңдар ма, таңдамайсыңдар ма? Міне мен осындай ободок таңдадым, достар. Короче, міне. Мындай ободок. И тағы басқа жазасыңдар. Дейсіңдер. Рейден дейсіңдер. Не? Ой, как көрсін. Вот осылай жазасыңдар, Рейден дейсіңдер. И өздеріне керекті, мысалға мен мынаны, или мынаны. Вообще бүкіл ұнап тұрмын. Достар, мынандай таңдадым. Вот не. Не Рейден дейсіңдер, да мынандай таңдайтындар. Или мынандай. Өздерін білесіңдер, короче.
Вот енді штаныға кіреміз. То есть мынаған, короче. И блюз скинс дейсіңдер. Так көреміз. Вот достар, мыналай қылып жазасыңдар. Блюз скинс дейсіңдер. Міне. Блюз скинс дейсіңдер. Да осындай кез келген штанылар шығады сендерге. Үйден таңдай бересіңдер. Мынандай болсын. Мысалы, өзен таңдай бересіңдер, короче. Ал мен достар мынаны таңдаймын осындайды. И оның үстін жағына, вот осындайға кіресіңдер. Көптеген нелер бар бұда. Міне. Вот мысалға мен осындай ақты таңдаймын. Ал астыма осындай осаяқтан етік таңдаймын. Мысалға мынандай етік бар. Осындай етік таңдаймын. И осындай, короче, мына очкиге кіресіңдер дағын. Өздерің білесіңдер, не істейсіңдер, мен осындай істедім. Сосын достар, конечно, бұл әлі скиніміз біткен жоқ. Қазір код енгіземіз. Қай жерге енгізетін еді? Міне достар, тұр. Міне осындайға кіресіңдер. И мына жерге код енгіземіз қазір. Міне. Осындай код. 187-559-309-27 деген код. Достар, осы кодты енгізгенде мынау шығады. Мындай. Окей. Вот. Мынау шығады. Осындай эмоция шығады. И тағы бар, біз бүйтіп жазасыңдар. Вот. Осындай жазасыңдар. Осылай жазасыңдар. Бұдан не шығады? Не шығады бұдан? Вот жүретін шығады міне. Осылай жүресіңдер. И қазір тағы бір кодты айтып жіберемін сендерге. Вот осындай код. Міне. Ал бұдан не шығады? Шығады бұдан. Әйтеуір бір нәрсе шығады, бірақ білмей қалдым. Достар, қараңдар. Осындай код. Ой. Бұл по-моему айналатын. Айттым, міне. Қараңдар, бүйтіп айналады. Міне. Вот достар, енді осымен бітті біздің осындай скиніміз. Бітті достар. Міне. Ой. Осылай біздің скиніміз бітті. И всем пока!